Достар, бүгінгі видеода жетістікке жетудің 5 қадамын сіздермен бөлісетін боламын. Құрметті достар, видеоны аяғына дейін көріңіз, бұл видео сізге точно пайдалы болады. Енді құрметті достар, жетістікке жету дейтін әр адам үшін әртүрлі. Мысалы, 10-11 сыныптар үшін жетістікке жету дейтін мәселе ол жаңағыдай ұбт тапсырып, жоғары балл алып, грантқа түсу болуы мүмкін. Ал там 20 уже ұбт тапсырып бітіп, там универге түскен адамдар үшін жетістікке жету дейтін типа қызыл диплом алып, там жақсы мамандыққа түсу дейтін болуы мүмкін. Ал 20-25 жастағы адамдар үшін жетістікке жету ол как-то долларовый миллионер атану деген сияқты болуы мүмкін, яғни әр жастағы адамдар үшін жетістікке жету армандары, мақсаттары бөлек. Енді құрметті достар, осы әрқайсысына енді ортақ дүние ол жетістікке жету. Яғни бір мақсат қоясың, сол мақсатыңа жетесің. Осының мен сіздерге қазір 5 қадамын бөлісетін боламын. Соны аяғына дейін жазып көріп, өзіңізге заметкеге или там блокнотқа жазып, осыны амалға айналдыруымыз керек. Құрметті достар, ең бірінші мәселе ол мақсат қою және жоспар жасау. Енді құрметті достар, бізде мақсат қойған кезде нақты мақсаттар керек. Мысалы, мен грантқа түсуім керек. Мысалы, грантқа түсу керек, грантқа түсу үшін неше балл алуым керек? 125 балл. Значит, мен 130 балл алсам, точно 100% грантқа түсем. Значит, мен алуым керек балл 130 болды. Уже талқыланбайды. 115 балл алып кету, 120, может быть, түсіп қалармын деген жоқ. Яғни 130 балл нақты алам, бітті. Яғни нақты мақсат бар бізде. Немесе, мысалы, бір 20-25 жастағы адамдар үшін былай болуы мүмкін. Нақты мақсат ол, менің қолымнан, мысалы, видеоға түсіру келеді. Яғни, мен айтам, видеоға түсіру арқылы мен айына кемі 1 миллион теңге жасап отырамын. Яғни, нақты мақсат бар ғой? Бар. Міне, нақты мақсат қойылды. Енді, нақты мақсат қойылғаннан кейін күнделікті жоспар жасау керек. Мысалы, қараңыздар, бізде енді ұбт-ға мысалы дайындалу үшін күнделікті мысалы 8 сағаттық или 7 сағаттық или 10 сағаттық жоспар құрып тастау керек. Мен 1 сағат тарих оқимын, 1 сағат матсауаттылық, 1 сағат математика, 1 сағат физика. Қалған 1 сағат сол оқығандарымды қайталаймын, 2 сағат бойы қайттан тест тапсырам деген сияқты уже нақты жоспар керек. Әрине оқушылар, бізде құрметті достар, жалпы бізде енді өз-өзімізді қатты қинауға болмайды. Яғни сіз 6 күн нақты жұмыс жасаңыз, конкретно жұмыс жасаңыз, бірақ 7-ші күні демалу керекпіз. Яғни біз организм, енді адам болғаннан кейін энергия болады. Энергия болғаннан кейін ол таусылады, сондықтан қайттан восстановление болу үшін 7-ші күні бір демалып алған дұрыс. Келесі, бізде уақытты тиімді басқару. Мысалы, маңызды істерге көбірек көңіл бөлуіміз қажет. Мысалы, қараңыздар оқушылар или достар, бізде жалпы маңызды істерді бірінші орынға қоюымыз керек. Мысалға айтайын, оқу сауаттылық немесе мат сауаттылыққа дайындалған бізге тиімді ма, немесе 50-50 балдық таңдау пәндеріне дайындалған тиімді ма? Әрине таңдау пәндеріне. Біз оқу сауаттылық, мат сауаттылыққа уақыт құртпауымыз керек. Таңдау пәндеріне көп уақыттың, фокустың бәрін соған бөлуіміз керек. Немесе жаңағы 20-25 жастағы адамдар үшін біз қалай маңызды, яғни уақытымызды қандай маңызды дүниеге арнауымыз керек деген сияқты. Мысалы, үйіңде мысалы бір кішігірім тірліктер бар. Ол жасалмаса да, жасалса да қатты маңызды емес. Ал сенің алдында күтіп тұрған мобилографиядан, допустим, бір керемет бір монтаждау жасау үйренуің керек. Әрине, ол маңыздырақ қой, значит, біз маңызды дүниеге фокус қоя алуымыз керек. Келесі достар, бізде үздіксіз оқу және даму. Үздіксіз деген сөздің ішіне демалу дейтін вариантта кіреді. Демалыс ол жұмыстың бір бөлігі. Осыны ұмытпаңыздар. Яғни, үздіксіз оқу дейтін сөз, ол тоқтатып алмау, арасын үзіп алмау деген сөз. Яғни, мысалы, бір апта бойы душы оқып, келесі апта 3 апта бойы демалып, 1 апта оқып, 3 апта демалып, одан ешқандай нәтиже болмайды. Яғни аз-аздан үздіксіз әрекет, бетон
ана кіттай тамшы қайта тамып бетонды теседі ғой, сол сияқты аздан үздіксіз бізден де әрекет керек. Сол кезде ғана біз бір жерді жарып шыға аламыз. Құрметті достар, келесі тәртіп пен табандылық. Енді тәртіп деген нәрсеге ол үндемей тыныш жүру, сүмірейіп жүру деген сияқты нәрсе емес. Тәртіп дейтін ол дисциплина, яғни күнделікті жасап отыруға іштен шығатын мотивация керек. Мысалы, грантқа түсемін. Не үшін грантқа түсем? Яғни 5 рет сұрақ қою керек. Не үшін деп. Не үшін грантқа түсем? Әрине стипендия алу үшін, ата-анама қатты нагрузка салмас үшін. Не үшін стипендия аламын? Мен артық стипендия алып, мен өзімнің қажеттілігімді жаба алам, фокусты оқуға, болашақ мамандығыма бөле алам. Не үшін маған болашақ мамандығым қатты қажет? Өйткені мен онымен ақша табам, онымен бала-шағамды асыраймын деген сияқты. Не үшін мен бала-шағамды асырауым керек? Не үшін ақша табуым керек? Әрине, ол әр адамзаттың ол міндеті да. Одан кейін уже 5-ге жетпей-ақ уже шешім тауып қойдық. Значит, адам өз-өзіне 5 рет сұрақ қою арқылы өзіне керекті сұрақты шығарып алса болады, түбін қазып алып. Енді тәртіп пен табандылық болды, Енді соңғысы не қалды? Позитивті ойлау және де өз-өзіне сену. Құрметті достар, мен барлық осы видеоларымда айтамын, яғни адам өзіне сенбесе, немесе позитивті ойламаса, ол жетістікке жету өте қиын. Сондықтан достар, бізде ең бірінші мәселе ол позитивті ойлау. Яғни, мысалы, бізге сынақтар келіп жатыр ма, бізге қиыншылықтар келіп жатыр ма, ол қиыншылықтар бізді құлату үшін емес, бізді әрі қарай көтерілу үшін келіп жатыр. Мысалы, допустим, бір тест тапсырдың, тесттен құлап қалдың. Бұл деген сөз құлағанның үстіне құлай бер деген сөз емес. Бұл наоборот, үстіңді қақта, алға қарай бас деген сөз. Яғни, сен бұл сынақтан құладың, енді келесі сынаққа сен дайындалуың керек деген сөз. Яғни, әр сынақтар бізді көтеру үшін, бізді әрі қарай итеру үшін, келесі этапқа өту үшін арналған. Сондықтан достар, әр сынақ ол позитивті ойлау керек. Яғни, бұл маған көтеру үшін, бұл маған әрі қарай жетілу үшін, даму үшін, табысты 2 есе арттыру үшін деген сияқты позитивті ойда болуымыз керек. Өз-өзіне сену. Адам өзіне сенбесе, ол кезде болашағы бұлыңғыр болады. Яғни, сенім ол ең басты мәселе. Сондықтан достар, бірінші мышлениемен жұмыс істеу керек. Миыңызды өзгерткен сайын сіздің іс-әрекетіңіз де өзгереді. Андай сөз бар ғой, білесіздер ма? Ойыңыз іс-әрекетке айналады дейді. Яғни, бір ойлап жүресің, бір кездері соны іс-әрекетке айналдырасың. Іс-әрекет кешірім сұраймын. Ойлаған сөзіңіз аузыңыздан шығады. Яғни, сөйлей бастайсыз соны ойлағаныңызды, сөйлеп қайта оны іс-әрекетке айналдырасыз. Іс-әрекет қайталана беріп, ол әдет болып кетеді. Яғни, іс-әрекетті күнделікті қайталай берсеңіз, ол әдет болады. Ал әдетті тоқтатпай жасаған адам, ол оның мінезіне айналады. Ал мінез ол адамның бүкіл өмірі. Сондықтан достар, барлығы осы ойлаудан шығып тұр. Яғни, біз жақсы позитивті ойлауымыз керек, болашағымызға әр үмітпен қарауымыз керек. Құрметті достар, бүгінге кішігірім осы. Видео пайдалы болса, төменге комментарий жазып кетіңіз, лайк басып кетіңіз. Бұл маған деген үлкен мотивация. Құрметті достар, төменге давайте өзіңіздің ойыңызда жүрген сұрақтарды жазып көріңізші. Мен барынша келесі видеода жауап беруге тырысамын. Ал достар, келесі кездескенше сау болыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Жақсы, сау болыңыз.